Қазір нарықта диванның түрі өте көп. Каспийді ашық басаңыз 50 мың теңгеден басталады, 6 миллионға дейін дивандар тұр ғой. Жалпы осы диванды қалай таңдаймын деп басы қатып жүрген адамдарға айтайын. Бұл диванның негізгі сіздер сыртын ғана көресіздер, дизайнын. Ішкі состав дейді ғой, ішкі материалдарын көре алмайсыздар. Сондықтан жалпы диван алатын кезде тікелей производстводан алуға кеңес береміз. Не себепті екен айтайын? Себебі производствода бұлар өздері өндіргендіктен толық ақпарат біледі. Ішіне қандай наполнитель салынады, матасының циклы қандай, карказы қалай, соның бәрін біріншіден айтып түсіндіреді. Және де жасалу кезінде поэтапым сізге барлығын көрсетіп отыра алады. Сондықтан жалпы диванның бағасы бұл тікелей қолданылатын материалға байланысты біріншіден. Екіншіден жасалу жұмысына дейді. Мысалы, мына диванды айтайық, бұл диванды екінің бірі жасай алмайды. Себебі мынаның барлығын жасау үшін 10 жылдық кемінде, 10 жылдық, 5 жылдық опыт керек, және де мастер болу керек. Сол себепті диван егер аккуратно жасалса, аккуратно шығады. Заводской диван деген болмайды, достар. Диванды станокпен ешкім печать етіп шығармайды. Ол Қазақстанда жасалсын, Россияда жасалсын, Қытайда жасалса да, тек қана қолмен жасайды. Мысалы, мынандай орындық үстелдерді бұл заводской болуы мүмкін, станокпен жасайды. Ал диванға келген кезде бұның бәрі қолмен жасалынады. Матасын тігеді, карказын жасайды деген сияқты. Сол себепті тікелей производстводан алсаңыздар, өте сапалы диван аласыздар.